Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалынатын донер рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен картопты жуып тазалап алып, үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізіп болған соң салқын суда 2-3 рет жуып аламыз. Жуып болған соң майлықтың үстіне жайып қоятын боламыз. Құрамына керекті заттарды төменге описанияға жазып қалдырамын. Енді тауықтың төс етін алып турап, тұздап, дәмдеуіштерді дәміне қарай қосып, жарты сағатқа тұзы сіңгенше қоямыз бір шетке. Енді қызып тұрған тапада осы тауық еттерін қуырып алатын боламыз. Тауық еттері өте жылдам піседі. 10-15 минут көлемінде осылайынан қуырамыз. Арасында дәмдеуіштерді мен паприканы септім. Дәміне қарайды. Өте дәмді болады паприка сепсеңіздер, қоссаңыздар. Осылайынан қуырып аламыз. 5 минутқа бетін жаба тұрамыз. Біздің тауық етіміз дайын. Енді картоптарымызды қуырып аламыз. Картопты осындай азғантай мөлшерде салып, бәрін бірдей салатын болсаңыздар, бір-біріне жабысып, қытырлақ болып піспей қалады. Осылайынан бөліп-бөліп картоптарымызды пісіріп алатын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді болып шығады донеріміз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Енді арасына соусын жасайтын боламыз. Майонезбен кетчуп және туралған сарымсақты қосып, барлығын араластырып, донерімізді жасайтын боламыз. Донердің қамырын дайын түрін алдым. Енді дайын түрін арасына қияр мен қызанақты жақсылап жұқалап видеодағыдай турап алатын боламыз. Әдемі көріну үшін және де донер қамыры жыртылып кетпей үшін жұқалап, кішірек қылып турайтын боламыз. Енді қамырына жағып, тестасына жағып, дайындайтын боламыз. Бірінші піскен тауық етін саламыз, үстіне картопымызды салатын боламыз. Және кезек-кезек, және қияр, сәбіз барлығын араластырып салатын боламыз. Құрамына бетіне соусын құймасаңыздар да тәтті дәмді болып шығады. Мен осылайынан арасына тек тестасына ғана жақтым, арасына соусын көп жақпадым. Сонда да өте дәмді болып шықты. Бұл донердің құрамына кез келген көкөністерді қоссаңыздар болады. Сәбіздің орнына қырыққабат қоссаңыздар да болады. Мен сәбіз қостым. Дәмі өте дәмді, керемет болып шығады. Осылайынан жасап алдық. Енді видеодағыдай орап, сковородкада осылайынан екі шетін қызарып, дайын болғанша қызартып аламыз. Дүкенден сатылатын донерден еш кемшілігі жоқ. Қайта үйде жасап, балаларыңызға жасап беріп, осылайынан жесеңіздер, ешқандай күмәнсіз дәмді болып шығады. Өте дәмді, үй жағдайында жасап көріңіз. Енді арасын кесіп көрсетейін.
осындай дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Видео рецепт ұнаса менің каналыма тіркеліп жандағы қоңырауша белгісін